Сәлеметсіңдер ме? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы күн мен түн неліктен алмасады. Сабағымыздың мақсаты сен тәулік ұғымымен танысасың. Неге күндіз жарық, ал түнде қараңғы болатынын білесің. Қолданатын тірек сөздеріміз ось, тәулік. Жарық көздерін ата. Эврика негештен қолындағы тізімнен табиғи жарық көздерінің аттарын табуды сұрады. Бірақ ол мысықпен ойнап отырып, байқамай қағазға сүт төгіп алды. Сөздерге қарап көрші, сен оларды оқи аласың ба? Негешке Эвриканың өтінішін орындауға көмектес, әрі сұрақтарға жауап бер. Қай жарық көзі барлығынан жарығырақ? Оның ғаламшарымыз үшін қандай маңызы бар? Шам, күн, жұлдыздар, батарея, жарқырауық, қоңыз, қолшам, от, лазер, найзағай. Табиғи көздер күн, жұлдыздар, жарқырауық, қоңыздар, от, найзағай. Ғаламшарымыздың құпиясы неде? Эврика глобустың көмегімен ғаламшарымыздың бір құпиясын ашқысы келеді. Ол үшін Эврика не істейді? Эврика глобусты қалай ұстап тұр? Глобустың қалай айналып жатқанын сипатта. Егер глобус жердің үлгісі болса, біздің ғаламшарымыз айнала ма? Иә, айналады. Жер білігіне назар аударамыз. Жер шарының сондай сызығы бар ма? Глобуста оның көрінетінін, ал шындығында ол жоқ. Ол ойдан алынған болжалды сызық. Оның бойымен біздің ғаламшарымыз қозғалады. Жер сәл көлбеу тұрады. Уақытты анықта. Ось, ойша алынған, жер шары айнала қозғалатын сызық. Жер өз осінен бір айналым жасап шығу үшін қанша уақыт керек деп ойлайсың? Жер өз осінен бір айналым жасап шығу үшін 24 сағат керек. Зертте. Неліктен күн мен түн алмасады? Глобуста Нұр-Сұлтан қаласы орналасқан жерге жалауша немесе жапсырма жапсырамыз. Егер сіз тұратын қала немесе облыс орталығы берілсе, оны белгілеуге болады. Егер глобустың орнына екі түсті шар алынса, онда кез келген жеріне жабыстырамыз. Бір оқушы қолына қолшам немесе шамды қосып, оны глобусқа бүйірінен бағыттауы керек. Жапсырма глобустың қай жағында болғанын зерттеушінің дәптеріне белгілейміз. Сұраққа жауап беру, ол жерде күндіз бе әлде түн бе? Жапсырманың орнына назар аудара отырып, глобусты баяу айналдыра бастауымыз керек. Белгілі бір елді мекеннің тұсына келгенде, күндіз болып тұрғанына ерекше назар аударамыз. Неге олай ойлайсыңдар? Неліктен шардың бір жағы жарық бола қалады, ал екінші жағы күндіз болсақ, екінші жағы қанша уақытқа созылады? Күн қалай батады? Назар аударамыз, глобус қанша уақытта толық бір айналым жасайды? Қанша уақыт өтті? Ол қанша сағатқа созылады? Зерттеуден кейін қорытынды шығарамыз. Күн мен түннің алмасуы қалай өткен? Күн айналды ма? Жер қалай айналған деп сұрауға болады. Оқушылар күн мен түннің қалай алмасатынын білуіміз керек. Осы зерттеудің барысында қандай елдерде күндіз, қандай елдерде түн екенін нақты анықтауға бола ма деп шамамен, бірақ нақты емес, иә? Күн мен түннің алмасуын қашан өтетінін нақты білуге бола ма? Бұл өте күрделі, тіпті мүмкін емес. Неге шам, күн сияқты жарық түсірмей өлшемдерді есептеу мүмкін емес? Ойлан, елімізде күндіз болған кезде қай елде де түн болуы мүмкін? Канадада, Америка құрама штаттарында, Мексикада да, Эквадорда, Чилиде, Бразилияда да елімізде күндіз болғанда түн болуы мүмкін.
белдер. Сен білесің бе, жер өз осінен айналмай қалса, онда тіршілік те тоқтайды. Қалың өрт басталып, ұйтқыған жел соғады. Жердің бір бөлігінде адам төзгісіз ыстық, ал екінші жағында қатты аяз болады. Есте сақта, тәулік жердің өз осінен бір айналып шығуына кететін уақыт. Тәулікте 24 сағат бар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.